Сәлем достар, 400 МРП гранты жайлы қазір толық ақпараттар болады. Осы видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Бұл 400 МРП гранты әлеуметтік осал топтағы адамдарға беріледі. Бұл грант Қазақстан Республикасының халықты жұмыспен қамту туралы заңнамасына сәйкес кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдар аралығындағы ұлттық жоба аясында беріледі. Бұл жауапты операторлар еңбек министрлігі, қаржыландыру көздері еңбек министрлігі және жергілікті бюджет. Берілетін грант сомасы 1.380.000 теңге. Яғни бұл грантқа кімдер қатыса алады? Бұл грантқа жұмыспен қамту орталығына жұмыссыз ретінде официально тіркелгендер, яғни сіз официально жұмыс істемесеңіз, жұмыспен қамту орталығына барып жұмыссыз ретінде тіркелесіз, немесе еңбек сайтында өзіңіз онлайн жұмыссыз ретінде тіркеле аласыз. Немесе сіз жеке кәсіпкер болсаңыз, ИП болсаңыз, 3 жылдан асып кетпеген ИПіңіз болса, сіз бұл гранттың алғашқы шартынан өтіп тұрсыз. Екінші шартында бұл әлеуметтік осал топқа жату керек, ол міндетті. Оған осы көрсетіліп тұрған кестедегі әлеуметтік осал топтар жатады, яғни көп балалы отбасылар, аяз алушылар, мүгедектігі бар жандар немесе мүгедектігі бар баласы бар ата-аналар, қоныс аударушылар, немесе оңтүстіктен солтүстікке деген сияқты бағдарламамен көші-қон несімен көшкендер осы осал топқа жатады да, осы топтағы адамдар қатыса алады. Ендеше кеттік. Сонымен қатар грантқа қатысу үшін осы категориядағы адамдар қатыса алады. Міне тағы да. Және бұл 400 МРП гранты қандай мақсатта жұмсай алмайсыз? Өзіңізге жеке меншік қаражаты ретінде, яғни кредит жабуға, өзіңізге бизнес планыңызда көрсетілмеген, яғни жеке қажеттіліктеріңізді өтеу үшін жұмсай алмайсыз. Бұны тек еңбек құралдарын алуға, жан-жануарлар, мал, құс алуға, көшет, дәндер алуға, егістік бизнес планымен қатыссаңыз, бизнес идеясымен. Осы секілді сіз қандай бизнес түрімен қатыстыңыз, бизнес планыңызда не алам деп жаздыңыз, сол мақсатта жұмсалуы керек. Сосын жаңа айтып кеттім, қандай мақсаттарда берілмейді. Тұрғын үй алуға берілмейді. Бұл ақшаға жеңіл автокөліктер ала алмайсыз, қолданылған заттарды ала алмайсыз, OLX-тан ала алмайсыз, барлығы жаңа заттар, және оған чек берілуі керек. Акцизделген өнімдерді өндіруге, шылым, алкоголь сияқты өнімдерді шығаруға, яғни сондай бизнес түрлерімен де қатыса алмайсыз. Сосын саудада тоже сіз айналым қаражатына деп ала алмайсыз, тек құрал жабдықтар ретінде ала аласыз. Қалай тіркелеміз? Бұл сайтқа еңбек бизнес KZ сайтын Google-ға жазамыз. Сол жерден регистрация жасаймыз ең алғашында. Сол жерден сертификатқа, мәртебені тексеру арқылы сертификаттан өтіп, сертификат аламыз, бизнес план үлгісін сол сайттан алып, бизнес план үлгісін жазамыз, және соны сол сайтқа тіркейміз. Поток ашылған уақытта онлайн заявка жібереміз, қатысуға өтініш жібереміз. Сонымен сіздің тіркеген номеріңізге, сол сайтқа тіркеген номеріңізге хабарласып, күнін, уақытын айтып, сізді қорғауға шақыратын болады. Өзіңіздің пропискаңызға жақын әкімшілікте шақырады. Қандай құжаттар керек? Сіз бұл қатысатын кезде жаныңызда жеке куәлігіңіз болу керек, сертификат болу керек, бастау бизнес жобасында оқыды деген оқыған, сосын бизнес жоспарыңыз болу керек. Тұрғылықты мекен жайыңыз бойынша тұрақты және уақытша тіркеу туралы мәліметтер 1 жылдан кем болмауы керек. Жаңа қатысып жатқан аймағыңызда тіркеуде 1 жылдан кем болмауыңыз керек. Жеке кәсіпкерлер, яғни ИП ашылғанына 3 жылдан асып кетпеу керек. Өтініш берушінің порталда берілген критерийлерге сәйкес бойынша нәтижелер сіздің телефон номеріңізге жіберілетін болады. Өзіңізде мына ең соңында тіркеліңіз деген батырма тұр. Соны басу арқылы, мұнда почтаңыз арқылы немесе ұялы телефон номеріңіз арқылы тіркеле аласыз. Сіз құпия сөз өзіңіз ойлап табасыз. Сандардан латын әріптерінің үлкен әріп, кіші әріп және бір таңба белгілері болуы керек. Парольдің шарты бойынша, пароль қоюдың шарты бойынша. Кейбір адамдар айтып жатады, пароль қойылмай жатыр деп. Сосын осы бетте тіркеліп болғаннан кейін сізді келесі осындай бетте тіркеліп болғаннан кейін мәртебені тексеру деген батырманы басу арқылы, тексеру батырманы басу арқылы сіз курсқа жазылатын боласыз. Яғни мәртебені тексеруден өткеннен кейін
сізге 2 күн уақыт береді курсқа жазылуға. Ең төменгі жағында курсқа жазылу деген сілтеме, осындай көк сілтеме тұрады. Соны бір рет бассаңыз, сіз курсқа жазыласыз. Өзі Skills еңбек KZ сайтында бұл бастау бизнес жобасының курсы болады. Өзі автоматты түрде сізді сол сайтқа ауыстыратын болады. Курсқа жазылу батырмасын басқаннан кейін кішкене күте тұрсаңыз, өзі ауыстырады. Енді бізде бірінші поток бітті, екінші поток майдың 15-і басталады. Майдың 26-сына, яғни мамыр айының 26-сына дейін өтініш беру қабылданады. Олға дейін сізде сертификат пен бизнес план дайын болу керек. Сертификат пен бизнес планыңызды дайындап болсаңыз, осы күні тіркелесіз, заявка жібересіз. 26-сынан кейін сізге бір аптаның ішінде хабарлама келеді. Қайда қорғау керек, қайда бару керек, сағат нешеде келу керектігін айтады. Сіз бизнес планыңызды алып, сол айтылған жерге айтылған уақытта барып, жақсы қорғап шықсаңыз, бизнес идеяңызды дұрыс жеткізе алсаңыз, сізге грант қаражатын беретін болады. Сіз грант қаражатын бергеннен кейін, ұтқан жағдайда, сіз сатып алған құралыңызға счет фактура, накладной және фиксальды чектеріңізді, құрал жабдықтың, сатып алған құрал жабдық немесе мал құстың фотосын түсіріп, мақсатты түрде жаратылғандығын дәлелдеу мақсатында сіз бұның бәрін тіркейсіз. Өзіңізге пайдалы ақпарат алсаңыз, грантқа қатысуға толық ақпарат алып, нөлден кәсіп бастап, кәсібіңізді кеңейткіңіз келсе, менің көмегіме жүгіне аласыз. Және осы менде курстар да бар. Осыны оқып алып, өзіңізге жасай аласыз және өзіңіздің айналаңыздағы туған туыстарыңызға да жасап беруге көмектесе аласыз. Немесе толық сүйемелдеу жұмыстарында жүргіземін. Бұл 400 МРП грантына жаңағы бизнес план, сертификат алуға көмектесемін, сайтқа тіркеуге, барлығына толық сүйемелдеу жүреді. Осы номерге хабарлассаңыз, немесе Инстаграмда, WhatsAppта жазсаңыз болады. Сау, саламатта болыңыздар. Ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.